Қазақстанда көлік салығы кімдер үшін жеңілдетіледі? Сәлеметсіз бе? Шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстандағы көлік салығы бензиннің акциз құнына қосу арқылы жойылуы мүмкін. Бұл туралы ұлттық экономика вице-министрі Азамат Амирин айтты, деп хабарлайды Тенгриньюс кезек тілшісі. Вице-министрдің айтуынша, бұл мәселе бүгін жаңа салық кодексін қарау аясында талқыланып жатыр. Шынында да, көлік салығын бензиннің акциз құнына ауыстыру мүмкіндігі талқыланып жатыр. Бірақ мұнда мұқият болу керек. Сондықтан біз оны саралаймыз. Қозғалтқышының көлемі 4 литрге дейін немесе 3,5-ге дейінгі автокөліктер үшін көлік салығын алып тастау талқыға салынды. Қазір қосымша есептеу жүргізіп жатырмыз. Біз шамамен 80 миллиард теңге көлік салығын, шамамен 5 миллион тонна мұнай өнімдерін жинаймыз. Егер біреуін екіншісіне бөлсек, көлік салығын бензин акцизіне көшірсек, бұл салықты алу үшін акциз 14 теңгеге қымбаттау керек, деді Амирин. Сонымен қатар, вице-министрдің сөзінше, мұндай қадам арқылы қозғалтқышы үлкен көлік құралдарының иелеріне жүктеме азайды. Керісінше, шағын көлемді көліктердің иелері үшін көбейеді. Осыған байланысты басқа нұсқаларда талқыланады. Мысалы, қозғалтқыш көлемі 1,6 литр болатын көлікті алайық. Шағын Hyundai Accent көлігі жылдық салығы шамамен 7000 теңге. Ал көлік салығы шамамен 700 000 теңге болатын Lexus 570 алайық. Тиісінше, шағын көлік салықты өтеу үшін бензинді көп тұтыну керек. Егер біз бензиннің құнын 14 теңгеге көтерсек, онда көлік салығына бір жылда 30 000 теңге төлейді. Ал қозғалтқышы үлкен көліктің салығы бензин арқылы шамамен 300-350 мыңға жетеді. Сондықтан бензинге көлік салығын аудару арқылы біз үлкен көліктері бар адамдарға жүктемені азайтамыз, деді шенеунік.